Все, мен жинадым. Мен де кеттік. Так, балалар, бәрін түгелсіңдер ма? Иә, бәріміз түгелміз. Так, бізбен бірге осы аға бізбен бірге барады. Себебі енді түн болғаннан кейін қауіпсіз ғой. Сол үшін бізбен бірге барады. Және балалар, сендер өздерімен бірге жылы киімдер алып келдіңдер ма? Иә, алып келдік. Иә, бәрімізде бар. Жақсы, барлықтан алып жүріңдер жылы киімдеріңді, себебі кешке өте салқын болады. Тамақтарыңды біз алып береміз. Так, енді шыға берейік. Жүріңдер. Машинаға отырыңдар. Так, міне балалар, келдік. Осы жерге қазір мынандай сияқты палатка құрамыз. Кешке дейін осы жерге жатамыз. Мына жерге Не болды? палатка әрқайсыларының Әдемі болып тұрсын. боласыңдар. Және тамақтар Рахмет. бәрі бар. Так, балалар, тыңдап тұрсыңдар ма мені? Иә. Болды, сөйлемеші маған. Міне ағай бәрін алып келді. Мына жерде біз жейтін тамақтар, қарындарын ашса айтыңдар. Мына жерде осындай палаткалар. Ал енді жайғасамыз. Вау, маған табиғатта серуендеген қатты ұнайды. Маған да. Вау. Балалар жарып жатқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Мен жарып кеттім. Барып киініп келейінші. Апай, фонарик қосайық та. Жарайды, қосыңдар. Ей, маған қоспашы. Әпке, осылай ұстайын ба? Иә, осылай ұстай бер, қазір пісіп қалады. Мен келдім. Апай, давайте қорқынышты әңгімелер айтайықшы. Иә, айтайықшы, қызық болады. Қыздар, қарсы емессіңдер ма? Жоқ, Мадина қорқып қалады ғой, содан ұйықтай алмай қалады. Жоқ, мен қорықпаймын. Иә, содан кейін түні бойы жылап шығасың ғой, әпке, мен қорқып жатырмын деп. Онда Мадина палаткаға барып жата берсей? Жоқ, мен ұйқым кеп тұрған жоқ. Мә, апай, айтайықшы. Жарайды, айт. Содан кейін маған түні бойы жылап шықпа. Жарайды. Ал, кім бастайды? Мен бастайыншы? Жарайды, баста. Мен бір кезде түн болған уақытта ғой. Сол кезде мен душқа түсіп, ұйықтайын деп жатқам ғой. Бір кезде душтан түсіп шығайын деп жатқан кезде есік құлтанып қалған. Білмеймін, сырттан құлтап кеткен ғой деймін. Содан кейін шыңғырып, әйтеуір мамам ашты. Содан кейін мамадан сұрағам ғой, есік қалай құлтанып қалды, еще сыртынан құлтанып қалған ғой деген кезде. Білмейміз деді ғой. Сонда сенің інің сіңлің жоқ па, солай ойнайтын? Жоқ, мен жалғыз балам ғой үйімде. Біз содан әлі білмейміз кім оттап кеткенін. Сол үшін мен ұйықтайтын кезде свет жағып ұйықтаймын. Мәссаған. Ал енді кім айтады тағы жалғастырады, кім жалғастырады? Давайте мен жалғастырам. Давай. Бір кезде, в общем, мен үйде жалғыз қалам ғой. И сол жалғыз қалған кезде терезеден бір кезде түнде қарап қалғам. И бір қап-қара нәрсе тұрды. Мен бұны көлеңке шығар деп ойлағам ғой, ағаштың бір көлеңкесі болады ғой. Сондай екен деп ойласам. Потом есіме түсті, ол жерде ешқандай ағаш жоқ. Қап-қара болып тұрды да, мен білмеймін бірақ не екен. Мәссаған. Потом не болды? Сол білмеймін ғой не екен, может елес шығар. Сол кезден бері мен үйде жалғыз қалғаннан қорқам. Бұл өте қорқынышты екен. Енді тағы кім айтады? Мен айтайыншы. Айта ғой. Мен бір кезде достарыммен бірге бір бұзылған сондай қорқынышты үй бар емес па? Сонда кіргенбіз ғой, әшейін прикол болсын деп. Иә, сосын не болды? Содан кейін сол үйдің ішін аралап жүргенбіз. И бір уақытта бір елес көріп қалдым. Қап-қара бір шашы сондай. Бетін жауып алған ба, білмеймін, бір нәрсе болып тұр. Мен өте қатты қорқып қалдым сол кезден бастап. Потом мен достарымнан сұрағам ғой, сендер де көрдіңдер ме ананы деп. Сосын достарым біз ештеңе көрмедік деді ғой.
Мә, қалай көрмеген сонда? Сен көрдің, я, анық? Я, өз көзіммен көрдім ғой. Сол кезден бастап мен ондай нелерге кірмейтін болдым. Мә, бұл да өте қорқынышты. Енді тағы кім айтады? Мен айтайын. Я, айтыңыз. Енді мен осы лагерьде қанша жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Менде де оқиғалар бар. Енді сол бір 5 жыл бұрын ғой деймін. Сол кезде осындай походқа шыққанбыз. Енді бұл жерде емес. Осындай сияқты жерлер көп қой. Сол енді бір походқа шыққанбыз. Бір кезде осындай отырғанбыз. Сол кезде бір оқушым айтады: ана жерде ағай жүріңізші, ана жерде бір нәрсе көрдім дейді. Содан не екен деп қарасам. Не екен? Сөйтіп қарасам, дым жоқ. Сосын не көрдім десем, жай ағай сізді алдайын деген ғой дейді. Ой, мен қорқынышты екен десем. Мә, ағай сонша қорқыңызды, қорқып кеттік қой. Енді ағаларың енді осындай әзіл қой десе болады. Мадина ұйықтап кетіпті ғой. Онда жатайық, балалар. Сосиска піспей қойды ғой. Онда қоя салайық. Мадина даже сосискасын ұмытып кетіпті да. Онда бәріміз жатайық, менде ұйқым келді. Мадинаны ұйықтатайын. Балалар жатыңдар. Ағай көрінбей қалды ғой. Мен жатам. Менде. Әсем, ары жатшы, менде жатайыншы. Кел, жат. Кел, Мадина жата ғой. Мама, анау не? Фонарь қайда? Ой, Айсұлудың сумкасы екен ғой. Балалар тұрайық. Ой, сендер тұрып қойыпсыңдар ғой. Мен ұзақ жата алмаймын. Енді мына балаларды ояту қалды. Балалар, қайда тұрыңдар? Ал балалар, міне жеп алыңдар. Міне жеп ғой. Ал балалар, ас болсын, жеп алыңдар. Ал балалар, жиналайық, заттарымызды жинайық, содан лагерімізге қайтайық. Мә, өте қызықты болды. Келсем. Бұл менің ең самый лучший поход шығар. Саған ұнады ма не? Ұнады. Кеттім, заттарымды жинайын. Мә, Айсұлу, түнде сенің сумкаңнан қорқып кеттім ғой, ана суретінен. Неден қорқасың? Әдемі сумка ғой. Білмеймін, қорқып кеттім ғой, түн болған соң. Так, міне біздің сумка. Балалар, кетпес бұрын бізде өте жақсы сыйлық, естелік десе де болады. Мынандай белгілер бар. Бұны біз серьезно бермейміз. Бұл жай ғана сендердің көңіл-күйлерің көтерілу үшін және естелік болып қалу үшін береміз. Міне, бұл саған өте әдемі болғаның үшін. Мынау саған. Мынау саған күшті историялар айтатын болғандықтан. Бұл саған өте мейірімді болғандықтан. Арайлым, сендерге жетпей қалды, сендерге лагерьге барған соң берем, жарай ма? Жарайды. Қайтайық енді.